Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге осындай үй жағдайында ешқандай сливкисіз дайындалатын қайнатпалы кремді дайындайтын боламыз. Яғни заварной крем дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне қант және де 2 қасық крахмал қосамыз. Және де мен какао қосамын. Бұл міндетті емес. Мен тек шоколадный түстегі кремді алғым келді, сондықтан да осы какаоны қосатын боламын. Алайда бұл міндетті емес. Енді осы ингредиенттердің барлығын араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін үстіне сүт құйып газға қоятын боламыз. Міне мен кремімді орташа оттағы газға қойдым. Енді үздіксіз араластырып отыру қажет, себебі араластырмай қалатын болсақ, бізде каша сияқты болып шығады. Сондықтан да қоюлану үшін үздіксіз араластыру керекпіз. Міне менде крем осылай қоюланды, осылай қойып қою болу керек. Ендігі кезекте біз осы кремді суытатын боламыз. Сол кезде одан бетер қою болатын болады. Осындай бөлек бір ыдысқа аламын да құямын. Және де бетін осылай фольгамен жауып қоятын боламын. Ендігі кезекте осы кремімізді толықтай суыту керекпіз. Сол кезде қою керемет болып шығады креміміз. Міне менде крем осылай толықтай суыды. Суыған соң одан бетер қоюланып керемет болып шықты. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бұл крем көбінесе эклері, Наполеон сияқты торттарға өте жақсы барады. Ал енді кремімізді пайдалана беруге болады. Креміміз осылай өте керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мерей.